Қалаға жібердік. Қораға кірді. Бергелі! Жұмысқа орналастырдық. Төбелес шығарды. Осы баланы үйлендірсек қайтеді. Әйгерім, жетпеш! Сен баланы кім тиіп? Оған деген қызға да обал ғой енді. Алланың қарғысы сені Құдай кешірмесін. Екі әулеттің ортасына от салғанша дәстүрге қарап отбасы құрайық. Дәстүр? Сен не? Біздің қызды ана жексұрынға берде отсың ба? Жарайды, сен оны өлтірерсің. Сотталасың. Ана байлар 2 жыл қиналар. Бірақ екі қабат қосыш. Қызыңның болашағын ойла. Бүткіл ауыл біледі. 10 миллион. Келесі шарт ол махр. Диана, не қалайсыз? Еркіндік. Сен неге тамақ істеп жүрсің? Келін қайда? Жата бермей тұрыңдар, ұят болады. Мынаны кім? Тістердің ізі жоқ. Етінде ешкім жемеген. Қырған ғой аямай. Шыны керек, бұндайды бірінші рет көріп тұрмыз. Бұлай молда шақыру керек. Мен кейінгі кезде қатты қорқып жүрмін. Алланың есімі аталмайтын, Құран оқылмайтын жерге жындар жиналады. Аллаху алағилы! Мама? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم